Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен әлемдегі ең дәмді, ең жұмсақ бөлкелердің қатарына жататын синнабонның құрамымен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, бір дана жұмыртқамызды шағып, бөлме температурасындағы майымызды, қант, ашытқымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Вилкамен араластырып алсаңыздар да болады. Үстінен ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізгеніміз дұрыс. Сонда біздің бөлкелеріміз жұмсақ, жақсы болып көтеріледі. Қамырымызды жақсылап араластырып, июі қанғанша жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын, жұмсақ, әдемі болып иленеді. Одан соң қамырымыздың бетін жауып 1-2 сағатқа қоямыз. Қамырымыз ашып, осылай әдемі болып көтерілді. Енді осылай оқтауымыздың көмегімен жұқартып аламыз. Арасына ұн сеуіп, жайып алсаңыздар да болады. Қамырымыздың қалыңдығы осындай мен көрсеткендей қалыңдықта болғаны дұрыс. Бөлме температурасындағы еріп тұрған жылы майымызды үстінен жағып, қант пен корицамызды араластырып аламыз. Қант пен корицаның орнына мейіз қоссаңыздар да болады, әркімнің өз қалауы бойынша. Одан соң қамырымызды осылай орап, домалақтап аламыз. Қамырымыздың басын жақсылап біріктіріп алуымыз қажет, пешке салғанда ашылып кетпеу үшін. Одан соң қамырымызды осылай домалақ етіп кесіп аламыз. Пышақпен немесе жіптің көмегімен де кесіп алсаңыздар болады. Қамырларымызды осылай формамызға қойып, бетін жауып, 10-15 минутқа қоямыз. Қамырымыз піскенше бетіне жағатын қаймағымызды дайындап аламыз. Менде 20% қаймақ, үстіне қант қосып араластырып алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша істесеңіздер де болады. Заварной кремді қолдансаңыздар да болады. Сливкимен істесеңіздер де болады. Одан соң осылай дайын бөлкелеріміздің үстіне кремімізді жағып шығамыз. Біздің бөлкелеріміз әдемі, жұмсақ болып пісті. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.